Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқитын БК-115 тобының жиналысын бастаймыз. Бүгінгі сіздермен өткізгелі отырған ата-аналар жиналысы қазіргі таңдағы әлемде және елімізде болып жатқан ахуалға байланысты. Өздеріңізге белгілі, 16 наурыздан бастап біздің оқу орнымызда пандемия кезеңінде коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында қашықтан оқыту жүйесіне көшірілді. Осы жағдайға орай бүгінгі күн тәртібінде қаралатын мәселелер: қашықтан оқыту кезіндегі білім алушылардың оқу тәрбие процесін ұйымдастыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау және құқық бұзушылықтың алдын алу, қашықтан оқыту кезіндегі білім алушылардың шығармашылық жұмыспен айналысуын ұйымдастыру, қашықтан оқыту жағдайында балаларды қажетті құрал-жабдықтар мен интернет желілерімен қамтамасыз етіп, күнделікті Платонов жүйесі арқылы тапсырмаларын алып, тапсырманы мұқият орындап, қайта жіберуін қамтамасыз ету сіздерден талап етіледі. Студенттердің күнделікті сабақтарын орындап, білім сапасының төмендеп кетпеуіне атсалысуыңызды сұраймын. Сонымен қатар, елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтап, шалғай жерлерге бармау, яғни үйде болу керек екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан, ауылда және қалада тұратын студенттеріміздің қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауын, себепсіз және рұқсатсыз кетіп қалмауын қадағалауларыңызды сұраймын. Колледждің ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес, олар қай жерде болса да, Ақтөбе гуманитарлық колледжінің студент екенін естен шығаруға болмайтыны және ешқандай құқық бұзушылық әрекеттер жасамау туралы ескертілді. Сіздерден ата-аналар осы жағын өте қатаң қадағалауларыңызды талап етемін. Қашықтан оқыту кезінде колледж және облыстық білім басқармасы тарапынан түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Балаларымыздың шығармашылық жұмыспен айналысуына атсалысуыңызды сұраймын. Қашықтан оқыту кезінде балаларымыз білім процесімен ғана емес, сонымен қатар тәрбие және шығармашылық жұмыстармен де айналысуы қажет. Осыған байланысты колледжіміздің тәрбие бөлімі берекелі дастархан және менің бір күнгі өмірім атты бейнеролик байқауларын Инстаграм желісінде жариялап отыр. Сонымен қатар республикалық, облыстық, халықаралық деңгейде өткізілетін түрлі іс-шараларға қатысуын ұйымдастыруға атсалысуыңызды өтінемін. Келген сайыстардың сілтемелерін WhatsApp желісі арқылы хабарлап отырамын. Балаларымыздың шығармашылық жұмыспен айналысуына өз үлестеріңізді қосуыңызды сұраймын. Білім сапасы мен бала тәрбиесінің қатар жүретіні белгілі. Құрметті ата-аналар, бала бойындағы адамгершілік қасиеттердің пайда болуы ата-ана, ұстаз, жақсы жолдасынан екені сөзсіз. Сондықтан бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек деп Алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаев айтқандай, бала тәрбиесі барлығымыздың бірлескен жұмысымыздың нәтижесі. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.